Ал балалар, мен сендерге тағы да бір ертегі оқып берейін, тыңдаңдар. Батыр мен қасқыр бірліктің күші ертегісі екен, балалар. Тыңдайық. Ертеде алып таулардың арасында қалың орманда, кең далада бір кішкентай ауыл орналасқан. Ауылдың тұрғындары мейірімді, еңбекқор, бірақ олардың жүрегінде бір қорқыныш бар еді. Сол ормандағы қасқыр, ол қасқыр ауылдың малдарын ұрлап, тұрғындардың тынышын кетірген. Ауылдың батырлары да, данагөй ақсақалдары да осы мәселені шешуге қауқарсыз болып қалды. Бір күні ауылдың ең жас, бірақ жүрегі батыл, Аян есімді бозбала бәріне қарамастан қасқырды қолға түсіруге бел буды. Ол тек өз ауылын қорғап қана қоймай, сонымен қатар уайым мен қорқынышты жеңу үшін де өзіне күш жинауға тиіс еді. Аянның батылдығы мен жауапкершілігі оның ауылдастарының құрметіне бөледі. Бірақ олар оның жастығына қарап, оны шеттетіп, сен әлі кішкентайсың, бұл істе бізге көмектесетін батырлар керек деп айтады. Аян ешқашан мұндай сөздерге назар аудармады. Ол табиғатпен байланысын терең сезініп, орманның тыныштығын тыңдап, түнгі жұлдыздардың арасында қасқырды тауып алуға бел байлады. Бірақ түн ай жарығында Аян орманға кіріп, қасқырдың ізіне түсіп, оның қонысына жетті. Ол қасқырдың үрейлі, бірақ жалғыз екенін көрді. Көздері оттай жанып, бірақ жүрегі жалғыздықтан жылап жатқандай болды. Аянның жүрегінде бір түсінік пайда болды. Бұл қасқыр да мен сияқты жалғыздықты сезінеді. Ол қасқырға жақындап, сен неге біздің малымызды ұрлайсың? Біз бір-бірімізбен дос бола аламыз ба деп айтты. Қасқыр Аянның сөздерін таңданыспен қарады. Ол күтпеген жаңалықты естіді. Мен де жалғызбын, мен ауылда ешкім түсінбейді. Аян мен қасқыр арасында бір-біріне түсінік пайда болды. Көрдіңдер ме, қасқыр мен Аянның арасында бір-біріне деген түсінік пайда болды. Сол сәтте Аян мен қасқырдың арасында дос болудың алғашқы қадамы басталды. Қасқыр Аянға, мен ауылдың малын ұрлап, тек қарнымды тойғызамын. Мен орманымда азықпен қамтамасыз ету қиын деді. Аян оның сөздеріне құлақ асып, біз сендермен бірлесе жұмыс істеп, азықты бөлісіп, бір-бірімізге көмектесеміз деп жауап берді. Келесі күні Аян ауылына оралып, ауылдастарына қасқыр мен болған кездесуді айтты. Бірақ ауыл тұрғындары оның сөздеріне сенбеді. Сен не айтып отырсың? Қасқыр жау, онымен дос болу мүмкін емес деп қарсылық білдірді. Олар, бірақ Аянның жүрегінде бірлік пен достықтың күші бар екенін сенімі мықты еді. Аян қасқырмен бірге жұмыс істеп, ауыл мен орманның арасына байланыс орнатуға тырысты. Ол ауыл тұрғындарын қасқырдың көмегімен орманның азық жинауға шақырды. Басында ауыл тұрғындары қарсы болды, бірақ Аянның батылдығы мен батырлығы оларға әсер етті. Ақырында олар Аян мен қасқырдың достығына сеніп, бірігіп жұмыс істей бастады. Бірнеше ай өткен соң ауыл мен орман арасында бірлік орнады. Аян мен қасқыр достасып, малдарын қорғап, бірге азық жинап жүрді. Ауыл тұрғындары мен орман тұрғындары арасында достық пен түсіністік пайда болды. Аянның батылдығы, бірлігі, достықтың күшін көрсетті. Ақырында ауыл тұрғындары мен қасқырлар арасында бірлестік орнады. Олар бір-біріне көмек көрсетіп, бірлесе өмір сүрді.
Аянның жүрегі мен батылдығы арқасында ауыл орманның арасында қорқыныш жойылып, бақыт пен тыныштық орнады. Сол күні Аянның батылдығы мен Қасқырдың достығы халық аузына аңызға айналды. Бірлік күш деген сөздер әр қазақтың жүрегіне терең сіңіп, олар бір-біріне қолдау көрсетті. Еңбектеніп бақытты өмір сүре бастады. Аянның тарихы нағыз батырдың, достықтың және бірліктің символы болды. Сол себепті балалар, бірліктің күші мен достықтың маңыздылығын ұмытпаңыздар. Әрқашан бір-бірімізге қолдау көрсетіп, қиындықтарды бірге жеңуге тырысайық, балалар. Өйткені шынайы батырлық ол тек соғыс алаңында емес, жүректе, достықта, бірлікте, татулықта. Балалар, білесіңдер ме соны? Міне, Аянның батылдығын көрдіңдер ме, қандай екен? Ол өзінің ауылын қорғап қалды, ауылының міне малдарын қорғап қалды. Аянның өте батылдығы, мейірімділігі міне. Балалар, сендерге міне ол сабақ болсын. Ақылды болыңдар. Сендерге ертегі ұнады ма? Жарайсыңдар балалар.